Баршаңызға сәлем. Бүгін борщ рецепті туралы айтайын деп едім. Борщ пісіру үшін бізге көкөністер керек. Қызылша, қырыққабат, фасоль, картоп, себіз, пияз және сарымсақ. Сиыр еті керек, тағы да томатты паста қажет. Сорпа пісіруді бастаймыз. Қазанға су қоямыз, тұз қосамыз, жақсы араластырамыз. Қазанға етті саламыз және отқа қоямыз. Ет 3 сағат шайықта қайнау керек. Енді көкөніс салмасын пісіруді бастаймыз. Пияз кесеміз және қойрамыз. Сосын себізді табаққа қосамыз. Тұзды және кішкене сары май қосамыз. Енді дайын салманы үлкен ыдысқа сала бастаймыз. Сосын қызылшаны түркідан өткіземіз. Ыстық табаққа саламыз. 1 шай қасық уксус қосамыз. Және 15 минут жайықта қойрамыз. Картоп кесеміз және сол ыдысқа саламыз. Дайын қызылшаны ыдысқа саламыз. 2 сарымсақ қосамыз. Қызыл қырыққабатты жұқа қылып тураймыз. Және ыдысқа саламыз. Демдеуішті қосамыз. Қызыл фасольді саламыз. Томатный пастаны қосамыз. Енді біздің салмамыз дайын. Сорпа дайын болғанда етті шығарамыз. Және біздің салмамызды қазанға саламыз. Сосын 20 минут пісіреміз. Ет суығанда бөліктерге кесеміз. Етті тарелкелерге саламыз. Жиырма минуттан кейін борщ дайын. Тарелкелерге қоямыз. Борщ өте дәмді болып шықты. Түсі қанық. Қазақта ас адамның атауы деген мақал бар. Ас болсын, лайк басыңыз, пікіріңізді жазыңыз.